Бека, тез бош, съемканы басайықшы. Жүзі берге шығара, берге көрсетші мұны. Қараңдар достар, мен Fastest деген теңге көтеретін өте жақсы сайт тауып алдым. Міне мына жерде мен қазір өзіме 900 теңге салдым да. Мына жерде біз бүйтіп ақша тіге алайық екенбіз. Мысалы мен мына жерге 500 тіге аламын. Ой, 5 деп тұн ғой, 500 тіге аламын. Автоскорсқа және автосапқа и автоскорсқа қоямыз, а. Начать играйды басып қаламыз, остановить играйды. Сосын қараңдар, жаңа 900 теңге болады, мен 250 теңге. Жарайды, тағы да ойнап көрейік. 500 сүліп тұр, ә. Начать игры, остановить игры. Бұл 250 теңге болған, қазір 1425 теңге. Міне осылай өте тез ақша көтеріп аласыздар. Давайте ссылка описаниеде және мен ссылкамен кірсеңіздер сіздерге осындай 1425 теңге емес, 1000 теңге бонус беріледі. Давайте ақшаларды көтеріңдер, ссылка описаниесіне. Біз видеоны бастаймыз. Хей, барлығына сәлем достар, Бексұлтан серіяларына қош келдіңдер. Және достар, бүгін видеоны атында көріп тұрғандай, мен 24 сағат бойы ваннада жататын боламын. Және бұл қандай ванна десеңіздер, яғни фанта қосылған, яғни фантаның ішінде 24 сағат бойы жататын боламын. Және 24 сағаттың ішінде менің теріме, яғни кожама және дене мүшелеріме не болатынын сынап, эксперимент ретінде көреміз. Және достар, айта кететін жайт, қазіргі таңда бұл ешқашан бұндай челлендж өткізбеген ешкім. Сол үшін мен арнама подписаться етіп, достарыңызға поделиться батырмасын басып, достарыңызға таратуларыңызды сұраймын. Біз бастаймыз. Достар, міне көріп тұрғандардың міне қараңыздар, көріп тұрғандай біз міне осындай фанта ваннаның ішіне құйдық. Енді осы ваннаның ішіне кіріп экспериментімізді өткіземіз. Кеттік. Достар, енді кіреміз, пісіңдер. Суық екен, ё-моё. Не, қайдан газдар, аяғымды шашып алдық, соң жаман етіп жатыр, қышытып жатыр ма нәрсе. Енді кіріп көру керек, енді киіммен кіреміз. Енді достар, подписчиктерім үшін киіммен кіремін енді. Bismillah. Ё-моё! Насу болды. Ё-моё, bismillah. Отырдық енді. Суғымай. Қазір жатамыз енді осында 24 сағат бойы. Ё-моё. Шешпе. Жату керек еді мұнда. Всё, кайф. Кірдік. Мен ваннада жатамын, ішім пісіп кетті, және уақыт уже где-то 2 сағат өтті. Мен қараңыздар, денем бәрі не болып кеткен. Ё-моё, жабысып қалды. Краскасы кетіп жатыр ма, бір нәрсе болып жатыр. Енді мен ішім пісіп кетті, және мурашки қатты тоңып жатырмын, тісім дірілдеп кішкене. Енді мен ішім пісқандықтан мен бір кішкентай осы ванна ішінде челлендж өткізгім келіп тұр. Ол челлендж заключается в том, что мен қазір басымен, сүңгіп судың ішінде неше минуттай тұра алатынды көреміз, да? Және неше минут, неше секунд тұра алатынды дәл қазір комментарийға жазып беріңіздер. Біз кеттік, бастаймыз. Басымдыққа. Оператор жақынырақ тұрмыз. Достар, мені өте асырдым, себебі мына ішіне, фантаның ішіне, бір фантаның привкусына бір нәрсе келіп жатыр да, бір дәмі шығып, міне аузым ашылып, өзек шығып, бір нәрсе өтіп кетті. Дай тағы да тұрып көрейін. Достар, мен осы жыл кішкене көбірек тұрмын деген ойдамын. Иә,
мен өзіме кішкене ауаның көмегімен аузыммен ауа үстінен ауа алдым. Енді достар, біз қазір тағы да кішкене жата тұрамыз, сосын тағы да бір нәрсе істейміз. Біз видеоны жалғастырамыз. Ары қарай көріңіздер. Официант, подайте чипсы. 1 минуту. Иісін бақ, қандай ғажап иіс. Достар, лайфхак. Бүйтіп аласыздар дәлелі. Сюда жеуге удобно болса. И... Суда жата беріп, қарным ашпайды, және де чипсы жейін деп шештім. Официант, спасибо. На здоровье. Жам керемет. Фанта ішінде жатып, қатты, қарным ашып кетті. Достар, көбінесе мен фанта және либой кез келген белгілі бір суды, яғни шырынды ішкенде, фанта ішіп жатқанда өте суық болған соншалықты және дәм күшті болған соншалықты мен сол судың ішіне түскім келіп кетеді. Ал қазір мен фанта деген судың ішінде түсіп жүрмін да, енді осыны қазір ішкім келеді. Бірақ бұл уже кіріспе, менің кір терім бар. Және деген официанттан қазір фанта сұрағым келеді. Фанта студию! Пожалуйста. Достар, фанта! Спасибо, официант. Мә, достар, қарасаңыздаршы, қолым су. Енді ауышып қойып от себебін тайғанда бар тәрпен дақтауы. Ол үшін бізге, официантқа, бізге не керек? Қол сүртетін, яғни керек осыны. Сүлгін тигізіп алмай, тұрайық мына жерде шығайық. Дейін достар, ауырым қалған заман. Официант көп жұмыс істетіп қойдық енді осыны қойып өзіміз және қайтып кірейік. Фанта уже өзінің үйі болып кетті. Ой, газ шығып жатыр ма. Өте суық. Реклама. Достар, мен осындай где-то бір 5000 теңгеге кетті фантаның бәріне. Осындай суда жатыр мені. Осындай чипсіде постай соғышып жатыр. Осының барлығына ақшаны қайдан алып десеңіздер, скайкарт десеңіздер, өздеріңіз бір 50 теңге салып, соны 50 мың теңге қылып ұтып аласыздар. Және де менің ссылкамен кірген адамға сол жақта 5000 теңге бонус береді. Ссылка сайттан әлі менің ссылкамен скайкарт сайтына тіркеліп, ақшаларыңызды көтеріңіздер. Біз ары қарай видеоны жалғастырамыз. Достар, ваннада жатып, тоңып кеттім және де ішім өте қатты пісті. Мен кішкене ұйықтап алдым, енді кішкене сөйтіп білмеймін, дірілдеп тұр ма бірнәрсе еді. Сағат 12 қараңыздар, достар қараңыздар. Мынаның бәрі мурашка еді, қамын мурашка. Достар, мен сағат 12-де осы суға кірген болатын. Қазір сағат неше болған тексерейік, блин, уақыт тезірек өтсе екен. Сағат 5-тен 9 кетіпті. Сонда мен 5 сағат 9 минуттай жатқан болатын, енді бір 12-де 5 кеткенде ма кіргенді. Ё-майо,
5 сағаттай жаттым ба не уже? Әлі 19 сағат. Және подписчиктеріміз үшін тұрсам, біз әлі жалғастырамыз. Ничего себе, Бексултан! Ты чё, уснул, что ли? Баламау, тұра ғой, Бексултан, Бека, Серік Бексултан, тұра ғой. Ана су деген не деген сұмдық су, салқын суны. Ауырып қаласың ғой, Баламау, тұра ғой. Таңертең мен кеткенде жатыр едің, әлі жатырсың. Сағат неше болды? Сотка ана жерде қалып кетіпті телефонын. 21:14 дейді, не деген сұмдық бұл. Серік Бексултан, ояна ғой, балам. Ояна ғой. 9-дан ас кетті, 9-дан 15 кетті сағат. Мен таңертең кеткенде жатыр едім. Жұмыстан келсем әлі жатырсың. Ондай болмайды ғой, балам. Ауырып қаласың. Ояна ғой, оян, кішкене ояншы. Ой, бет бәрі салқын боқапты, бетінде бәрі. Не деген сұмдық бұл, а? Достар, мен енді ванян ішінде уже 10 сағаттай жаттым, 11 сағаттай. Мен даже ұйықтап қалыптым, келіп адам мені оятты, яғни камера қосылып тұрған, және мені адам оятты, себебі мен қатты тоңып, ұйықтап қалған осы оның ішінде, өзім білмей қалған, камера қосылып тұрыпты. Енді достар, мен өзімді кішкене подбодрить ету үшін, яғни өзім ұйқымдаушы үшін, мен қазір официанттан бір шоколад сұрағым келіп тұр. Енді білмеймін, любой бір шоколад бар ма екен өзі? Можно? Какого желаете вид шоколада? Любой беременность. Любой? Сейчас, минуточку. Подберем вам самую такой подбодряющую шоколадку. Оу! Рахмет. Максиксар, да, даже? Да. Я же сказала, подберем вам самую вкусную шоколадку. Это турецкий шоколад Альбини, который без жира идет. Укер, да? Укер. Очень фирменная, для детей очень полезный. Қазақша сөйлейміз, пожалуйста. Спасибо. На здоровье. Очень вкусно. Всем советую. Девушка, пыталап жүресің, да? Суғынай суғын. Достар, представляете, мен мына жерде да шашым түсіп жатыр. Міне шашым. Что вкусно. Енді шөлек кеттім. Можно водичку? Фанточка моя. Я фанта тоже любит сюда. Отыз секундта 0,5 суда дауыс қою челленджін өткізелік. Дейсің, да, мен интеллигентный балам ғой. мынау альбиниді толығынан бітірсек, тағы да 2 альбини қалған. Мынанша қойық. Суынайын. Спасибо. Пожалуйста, всегда пожалуйста. Let's good. Утром, пожалуйста, мне принесите же чипсы, хорошо? За ваши деньги любые вещи. А что, бесплатно нельзя? Ну, вы же крутой блогер, я думаю, у вас много денег. До свидания. До свидания. Пока-пока, чао. Сағат еще отыр. Камера әлі қосып тұрмай, жайдан қиып монтаж жасайсың. Жетіден 37 міне. Камера қосып
4,5 сағат қалыпты. 4,5 сағат шыдай тұрайғанда. Кішкене атты ғой. Жаңағы достар, міне көріп тұрғандарыңыздай мен әлі ваннада жатырмын, енді сағат неше болған көрейік. Сағат 11-ден 36-та кетіпті, міне. Камераға жақындайды. 11-ден 36-та кетіпті, яғни дәл 30 минут емес, 29 минут қатты мен 12:05-те кірген, осы кеше 12:05-те кірген еді. Қарым қатты ашып отыр, енді кішкене бір 20 минутта уақыт өтсін, енді чипсы жейік, және мен қазір официанттан чипсыны сұрап отыр. Официант, подайте, пожалуйста, вчерашний чипсы. Вчерашние? Да. Разве он оставался? Да. Сейчас, минуточку. Please. Спасибо. Дәміне, достар, рахмет. Официант, спасибо огромное. Приятного. За такие услуги. Всегда, пожалуйста. Любые капризы. Суш печенье шарм. Өте дәмді, достар. Весь рефлённый советую. Арма! Аққыш сағат неше отты? 12-ден 8 кетті? Жоқ, достар, мен сонда өзім подписчиктерім үшін 24 сағат осындай ваннада жаттым. Достар, сағат 12-ден 12 кетіпті. Енді достар, міне осындай керемет видеом подписчиктерім үшін тырысып түсірдім, және осы видео 3000 лайк жинап кетейік. Бұл сіздерге оңай деген ойдамын. Достарыңызға таратсаңыздар болды. Сіздермен болған мен Бексұлтан, келесі жүздескенше пока-пока және арнаға түртпелі ұмытпаңдар. Достар, айта кететін жай, келесі бөлімде мен ваннада спрайттама, коладама, роллтындама, немесе чипсының ішінде қайсының ішінде жатайын 24 сағат. Соны комментарийға жазып ұмытпаңдар. 24 сағат қандай ванна ішінде жатайын. Бүгін фантаның ішінде жаттым. Келесі бөлімде ненің ішінде жатайын. Ал сіздермен болған мен Бексұлтан, пока-пока.